Blender'да ашқанда файлдардың бірнеше вариантын көресің. Бастауыш аниматорларға қазір керегі тек General деген батырма. Алдында 3D кеңістік шыға келеді, бұл viewport деп аталады. Ал қалғандары панельдері. Осында көп кнопка көрсең де, одан қорқудың қажеті жоқ, себебі бізге, яғни аниматорларға бұл заттардың көбі қажет емес. Аниматор тек бірнешеуін ғана қолданады. Айналадағы панельдерді кеңірек өтетін боламыз, ал қазір viewportқа назар аударайық. Алдыңызда 3 зат бар, ортасында куб, оң жағында асатаяқ, ол жарық, және сол жағында камера. Blender'да жаңа файл ашқан сайын осы 3 зат тұрады. Затты қалай өзгертеміз? Мына кубты алайық. Куб сары сызықпен қоршалған, демек ол белгіленіп тұр деген сөз. 3D программаларда сіз белгілі бір затты өзгерту үшін, оны міндетті түрде бірінші белгілеуіңіз керек. Мысалы, G-ді бассам, дәл осы кубты қозғалта аламын. Тышқанның сол жақ батырмасын басып, тоқтаған жерге сол затты қалдыра аламын. Ал қайтадан G-ді басып, оны басқа жерге апарсам, және тышқанның оң жақ батырмасын бассам, өзгерісті болдырмаймын. Яғни куб өзінің алдыңғы позициясына оралады. Енді R батырмасын бассам, объект айналады. Ал 2 рет R-ді бассам, онда ол еркін түрде айнала алады. S-ті басқан кезде кубтың көлемі өзгереді. Кішірейіп, үлкейеді. Енді осы барлық өзгерістерді қалпына келтіру үшін мен Alt-G, Alt-R, Alt-S-ті бассам. Сонда ол өзінің алғашқы қалпына оралады. Артына қайталап, қолдарында үйретіп сәл жаттығып ал.